көзқарастың өзі біздің қазіргі барлық мақсатымыз біріншіден сол енді көзқарасты меңгеруде 20 түрлі көз болады екен. Бұл дәлелденіп қой, 20 түрлі көз болады екен. 20 түрлі мұрын болады екен. Жер бетіндегі ол сен қазақ бол, неміс бол, мұрындардың бәрі 20 түрлі болады екен. Ол енді криминалистика мына білімінде дәлелденіп қойған ғой. 20 түрлі көз болады екен. 20 түрлі көз болады екен. Енді тұрын көз 20 түрлі болады. Яғни 20 түрлі көзқарас болады. Соған не деген Құранда онда ескерткен қалай? Сендерге екі ерін бір тіл жараттым деген да. Алдарына екі жол қойдым. Сонда да түсінбейсіңдер. Яғни сендерге екі көз дегенде, соң оң көзіңмен қара дейді қазақта. Оң көзіңмен қара дейді. Адамда оң, сол екі көзқарас болады. Енді сол оң, сол көзқарасымызбен енді екі ерін неге жараттым деген? Ерін немен байланысты? Ерініміз біздің сол естілігімізбен байланысты. Ерінің сөзін сөйлеңдер деген да. Сыңар өзі деген бар ғой қазақта. Сыңар өзі деген. Міне осының бәрі қана Құранның бәрі қазақтың тілінде тұр да. Сол көзқарасыменен, енді сол көзқарасыменен қазіргі мынау 5 күн жалған дейді, мына дүние тіршілігінде адамдар 7 деңгейде өмір сүреді. Құранның 7 деген сол. Құранның 7 үнін меңгеру деген. Енді бірінші деген не ол? Бірінші үн. Ол мына Құранда ескерткен сендердің көздерің көрмейді, құлақтарың естімейді, жүректерің түсінбейді, қайда баратқанын өзін білмейді деп. Яғни ол тек біреуінің айтқанымен жүрісіп, мысалы балалар сол бірінші деңгейде тіршілік. Балалар кәдімгі. Балалардың күнін айтқанда бірінші өйткені оларға солай беріп қойған. Сол жұрттың айтқанын. Бірақ енді қазір қарап отырсам, сол бала сияқты өмір сүретіндер көп қой. Тек дайынға. Оның артын не екенін білмейді, тек дайынмен өмір сүреді. Яғни ол бірінші деңгейдегі сол көзқарас, ол хайуан сияқты. Ішіп жем үшін ғана өмір сүреді. Тамақ бар ма? Болды, ақақау, сен соны сол бірінші деңгейде айтады, сендер дейді, діндеріңді ойын сауыққа айналдырып алыңдар. Яғни тек ойын сауықпен, дүниенің қызығымен өмір сүруді сол бірінші деңгей. Ол Құранның біріншіні. Енді Құранның екіншіні. Ол екінші деңгей. Яғни көреді, естиді, бірақ ойлану жоқ. Қалай көрсе, солай мен де сондай жасайым дейді. Қалай естісе, мен де сондай дейді. Сол екінші деңгейде сондай өмір сүретіндер бар. Енді осылардың бәрінде бір-біріне осындай көзқарас арқылы. Олар жаңағы оны балықшы балықшыны алыстан көреді дейді. Яғни ол сол әр адамдар сол деңгейін өзінің көзқарастары бірдей. Бірін-бірін таниды. Сол үшін. Енді үшінші деңгейдегі көзқарас бар. Үшінші деңгейде өмір сүретіндер бар. Үш деңгей. Үшінші деңгейде өмір сүретіндер олар көрейді, естиді, ойлайды, яғни ой жолысына құрысын дегенде. Оларда ақыл болмайды. Яғни айтқан мәдениет жоқ. Көреді, естиді, ойланады, болды ана. Сонда біліммен өмір сүретіндер. Мына біліммен заң шығарып жатыр. Қазір қазақ емес, әлем халқы ең бір осы жоғары деген мәдениеттің осының бәрі айнықкенде біз әлем халқы үшінші деңгейде тұрмыз. Осыдан қылып. Ақыл жоқ. Ақыл жоғалып кеткен. Үшінші деңгейден көреміз, естиміз, анау пәленді ойлап шығарыпты, анау не olыпты, оймен өмір сүреміз да. Сол Назарбаевтың да саясаты осындай болып, біз енді 20 елдей боламыз деді да, яғни айтқанда, біз тек соны қалай көрсек, солардан үлгенеміз болдым. Қазіргі біздің заңымызда бәрі осы үшінші деңгеймен шығарып жатыр. Заңымызда үшінші деңгей біздің көп. Енді осылы үшінші деңгейдегілердің көзқарастары бір. Яғни көзқарастар неге байланып тұр?
адамда өзіне әрқайсының өз діндік көзқарасы бар, бірақ барлығын сол мына үшінші деңгеймен байланып тұр да. Яғни ол тек өмір, тіршілік, яғни оймен өмір сүру. Қалай ойлайды, солай түсінеді. Енді төртінші деңгейлер бар. Төртінші деңгейдегі тіршілік егелері бар. Олар не істейді? Енді төртеу түгел болса төбеден келеді дейді. Яғни төрт ақылмен өмір сүретіндер. Оларға қазіргі осы біз ана ұлттықты қалайда біз мына мәдениетпен неғылуымыз керек, біз қазақты сияқты біздің ана тіліміз де болу керек, біздің ата-бабаларымыз осындай болған деген сияқты сонымен жаңағы батқандар көп қой енді. Қал ел түзейміз деп жатқандар. Ол қалайда біз мына біз оған тарихатта кіріп кетеді. Оған сол масқапта кіріп кетеді бәрі. Оған осы қазіргі осы біздің намаз оқушымыз осы ата жолының ішінде көп сол төртінші деңгеймен да. Ол төртінші деңгей, яғни жұртты қалай түзейміз деген. Енді Құранда айтқан, сендер жұртты ойлап өздеріңді ұмытасыңдар ма деп. Бірақ бұлар өзін, мысалы өзін түзеу арқылы жұрт түзеу деген ондай ойында болмайды. Осы төртінші деңгейдеміз енді. Қалайда біз ана үлгі алуымыз керек, пәлен қылуымыз керек, солай болуымыз керек, ана ұры болса осындай болуымыз керек, төре болса ол болды, бұрынғының бәрі ата-бабаларың төре болған, енді біз солай төре болуымыз керек дейді, бірақ ана өзін тану жоқ та, бір жоқ. Төбеден келді. Ол мінекей осы қазіргі міне масқапта да масқапшылар да бір не айтқан жоқ қой, олар да сол кәдімгі мына мәдениетті қалыптастыру керек, ар-ұят болу керек болып отыр да. Бірақ өздері туралы ұмытып кеткен да. Өздері туралы ұмытқан. Сосын енді сосын төртінші деңгейден олар көбісі қалай болса солай жүреді. Жалаңбас, қалай болса енді. Бірақ қарасаң енді сайрап тұр. Ақыл жоқ деп айтуға болмайды. Осы төртінші деңгейдің өзінен. Себебі олар барлық ақпарат қайдан алады? Естиді, көреді, ойланады, оқиды, сонан алады. Басқарып қалмайды. Ол сосы төртінші деңгеймен байланып тұрады. Яғни бұл енді Алладан келетін ғайбат, қуат, яғни рух, таза ақыл оларда жоқ. Таза ақыл болмайды. Енді бесінші деңгей. Бесінші деңгейдегі сол міне қазір біздің ата жолында енді көрді. Яғни ол Құдай ісімен байланыс бесінші деңгей. Мына сол ана аруақпенен осы жүрген. Ол осы хабар алуға құмар осы. Соған құмар алып, сонымен ол бесінші деңгей. Бесінші деңгей. Бірақ ол алты емес. Бесінші деңгейге мінекей ол алты емес. Алты қайда енді? Алтыншы деңгей ол сананың толық, сананы байланысты. Алтыншы деңгей. Ол жетінші деңгей бар, ол жетінші деңгей, ол елшілік, ол Алладан бөліп не қылатындар міне. Осының бәрі Құранның үнімен байланысты. Енді айтқан осыларды көзқарастан пайда болады да бәрі. Бәрі айналып келгенде көзқарасымен байланысты. Мына төртінші деңгейде өмір сүретіндерді Міржақыптулат мынандай не алып та бір дейді, бір хан орман ішінде адасып кетті. Яғни Тоқаев діннен адасып кетіпті деген сияқты. Орман деген дін ғой, дін дегеніміз орман сияқты, орман ішінде жүрген. Сөйтіпті дейді, бір қараса ағаш шауып атқан бір деге шығыпты, мұжық дейді, соған кездесті. Сосын айтты, сен не істеп атсың депті. Мен атын отында ағаш дайындап атымды. Оны қайдасың? Базарға барып сатамын депті. Соны не істейсің деп сұраған ғой енді. Сөйтсе айтады, мен енді бір теңгемді суға тастаймын депті. Бір теңгемді суға тастаймын. Бір теңгемді депті, болашаққа жинайым депті, беріп қоямын депті. Бір теңгемді депті, қарзыма берем депті. Сосын депті, бір теңгемді енді ол өз неде тұрады депті да.
сосын түсінбедім депті. Сонда бір теңгемді және қарызыңа берем деген, қарызымы дегенді жарайды дейді енді қарызым. Ал енді бір теңгені суға тастаймын қалай депті да. Ол енді бір теңгемді ол мен қызыма берем депті. Суға тастау деген. Бір теңгемді ол қарызыма берем деген, сол енді мен әке-шешеме берем деген. Енді бір теңгемді өзіме, сол енді болашағыма деген, ол ұлыма берем деген екен да. Иә. Ұлыма берген, сонда әкенің қарызын өтемеген ұл емес дейді ғой. Сондықтан ұл деген енді бізді болашағы асырайды екен, оны сөйдейміз ғой, енді қазір асырайтын ұл бар ма? Қайта қазір ұлдарды өзің асырауың керек. Сол анау баяғы. Енді айтты маған, жол көрсетпейін, асып кеттім деген ғой. Қазір шамал жүресінде оңға бұрыласың, сосын солға бұрыласың, сосын тағы оңға бұрыласың, сөйтіп орманнан шығасың деген ғой. Сонда жоқ, мен мұнан түсіне алмаймын, сен мені көрсет депті. Оған не болады депті. Мен саған патшаны көрсетем депті да. Патшаны көрсетем саған депті. Патшаны көрдің бе деп. Жоқ деп, онда саған мен патшаны көрсетем деп. Сонымен жарайды депті. Жаңағы сонда тұрған мынау әуел оңға дейді да. Әуелі оң істер, мына оң істе деген. Оң істе деген сол шариғат. Сосын солға бұрыласың дейді. Сол деген кітап. Ол Құдай ісімен байланысты. Сонан кейін дейді, соны қылғаннан кейін тағы оңға бұрыласың дейді. Қарашы міне. Сөйтіп барып сосын сен орманнан шығасың дейді. Міне ол дін ғой енді осында. Қалай астарлағын. Сөйтіп жарайды деп сөйтіп шықты. Сөйтсе біраз халық тұр екен дейді да. Күтіп. Сөйтсе бұл екеуін көріпті де, бәрі алыпты, бас киімдерін шешіпті. Сосын айтты, мен түсінбедім, патша қайда сонда депті да. Патша қайда деп тұр мен. Сен патшаны көрсетін деп едіңіз ғой депті. Енді қарасай депті, екеуіміз ғана тұрмыз ғой бөрікпен депті. Екеуіміз біреуміз патшамыз. Екеуіміз біреуміз патшамыз ғой депті да сонда. Көрдің ба қалай айтылған? Ол енді кеңес үкіметінде осындайлардың бәрін жойып жібереді, кейіннен шықты ғой енді, бірақ оны түсініп жатқан жоқпыз. Неге? Сонда патшалық деген, сонда мынау Інжілмен байланысты екен да. Бастың Масих екен. Сен жалаңбас жүрсе, сенде патшалық болмайды. Сен өзіңе сонда 9 төре төбеден келтірмей 40 қожа қожасылмай текті болмас дейді ғой. 40 қожа деген сол сен жаныңа, сен қожа болу үшін сен бөрікті болуың керек екен да. Міне. Жаныңа қожа болу үшін сен бөрікті болуың керек. Бұна біздің әрбір сонда ата-бабаларымыздан осы қалған әрбір әңгімелерде осылардың бәрінде дін. Соны Әл-Фарабидің айтқан дін деген көзқарас деген да. Кімнің көзқарасы қандай, соны әркімнің өзінің діні бар да. Бірақ енді әркімде діні бар да, оның бәрін жұппен жараттым деген да. Әркімде өзі екі түрлі діні болады. Дүниемен байланысты болады, ақыретпен байланысты болады. Сол дегеніміз ақырет, ол ақыреттің кітабымен байланысты. Оң деген дүние тіршілігімен байланысты. Шариғат деген дүние ісімен байланысты. Дін ісі дейді ғой. Дүние ісін сен дұрыс, дүние ісінсіз сен өмір тіршілік жоқ. Сен тіршілігің мәнді болу үшін саған шариғат керек. Сонда оңмен қара дейді, оң көз қара. Ал солмен қарау, сол әркімде сол жасырынып тұрады көзқарас. Енді оны қалай не болады? Адамда екі түрлі болмыс бар. Жандық, жындық. Екеуі де көрінбейді. Екеуі де білінбейді. Оның бәрі біздің немізден пайда болады. Біздің мінезімізден, біздің сөзімізден. Сенің жандық болмысың, ол сөзіңнен, ерінің сөзін сөйлеуінен болады. Сенің жаның. Ал енді жындық болмысың, сенің ол неден пайда болады? Ол сенің іс-әрекетіңнен пайда болады. Жындылық деген ол іс-әрекетпен байланысты, естеріңізде болсын. Абай атамыз айтқан, жынды деген
жаңашыл болады деген да. Енді осыны айтамыз да, енді осыны қорқынышты кіргізіп жібергенде, ана жын деген ол Құранды неден бөлек, адамдан бөлек дегенде, адамның өз жүрегінде Құран тұрған адам Құран ғой. Соны айтады да Құраннан бөлек дейді. Аллаға ортақ қосады, серік қосады. Бүкіл масхаб, бүкіл қазір осы бәрі Аллаға серік қосушылар осылар. Мына біздің хазіретімізден бүкіл бәрін, сол Тоқаевтың өзі Аллаға серік қосады. Біз дейді, діннен бөлек біз дейді да. Зайыр айтты ғой. Зайыр деген ол керемет сөз дейді да. Біз ешқашанда біз өзімізден өзіміз қалай бөлек боламыз? Өзіңнен өзің қалай бөлек боласың? Сен екі көзің жарық қойған екен. Сен көзіңнен қалай бөлектенесің? Өзің ойлап көрші. Дінің ғой сенің көзің бірінші. Сол дініңді сосын екі ердіңде тұр, бір тіліңде. Дінің сенің үш сипатпен тұр екен да. Дін деп тұр үш сипатпен. Сонда біздің енді көзіміз, көз қарасымыз, орыстар айтады, оны взгляд дейді, сосын точка взгляда дейді. Яғни нүкте. Біздің көз қарасымыз нүкте. Енді сол көз қарастың 20 түрі бар. Мына өмірде тіршіліктен көз қарасың 20 түрі бар. Сол 20-ны бірлеу 21, қазіргі біздің Айшаның туында тұрған 21 санның өзі соған келіп. Енді оның қарсылығы бар. Қарсылығы бар. Сонда 42 сан, 42-ні Шура сүресі, 42-ні меңгерудің өзі тұр. Барлық есеп Құраннан шығады. Есептің ме есеп дейді. Сондықтан анда әр адамда өзі ішкі, мына жасырын өзінің бір көз қарасы болады. Жалпы дүние тұрышына байланысты көз қарасы болады. Онсыз сен қандай, сонда Шәкәрім атамыз айтқан, сен өзің дозақтық екеніңді білесің дейді. Сонда да сен дүние тіршілігіне білесің дейді, өлетініңді білесің сен дейді. Онда біздің ақыретке өлетінімізді білеміз, осының түбі осында жоғалатынымызды білеміз. Сосын сол көзқарас біздің анау тіртіп тұрады да ішкедегі, сен анау үлгеріп қал деп. Ал енді дүние тіршілігіне байланысты көзқарасың болмаса, сен өмір сүре алмайсың. Біреуді алдауың керек, біреуден алдануың керек. Бұл осылай, соның бәрі көзқарастан пайда болады. Енді не нәрсенде сол Совет үкіметінің кезінде дін болмады дейді, дін болды. Қазіргіден әлде қайда болды, жақсы болды, дұрыс болды діні. Себебі тек қана біздің қазақтың ғана көзқарасы, өзіміздің көзқарасымыз өзгеріп кетті де, сосын біз көп нәрсені өзіміз айырып қалдық. Бұл өзіміздің ұлттық біздің қателігіміз, біздің болмысымыз өзің. Себебі ол Лениннің идеологиясы, коммунизм құру деген, ол сол дұрыс дін болды дүниесіне байланысты. Біздің Құранда айтылған ақыреттің дүниесіне байланысты ол дін көзқарасы болды. Содан кейін Назарбаевтың көзқарасы ол қайта оған қарама-қайшы болды. Идеологиясы, діні ұсынған. 20 елдей боламыз. Біз тек қана дінменен осындай енді қарап отырсаң, енді ол дүниесіне байланысты, ал екінші жағы жоқ, рухани. Біз ұятты, арғы ұятты боламыз деген жоқ. Тоқаев біз жаңа Қазақстан құрамыз деп айтты ма? Ол да дін. Бірақ соны кім қалай қабылдайды, соған байланысты. Мысалы, Ленин сол кезде сол коммунизм құрады, бірақ оны Сталин өзгертті. Көзқарасты өзгертті. Оны өзгерткен сол орындаушылар өзгертеді. Тоқаевтың мысалы көзқарасы ол енді жаңа Қазақстан құрамыз. Біз ескіліктің бәрінен, жамандық бәрін тазарамыз. Біз жақсарамыз, сондай болды да, бірақ онда ішкі оның несі жоқ, екінші жағы жоқ оның. Сосын алды да оны қазір әркім өзінше пайдаланып жатыр. Жаңа Қазақстан деген болды, анау Назарбаевтың дүниесін алу керек, анауың көп дүниемен осындай болуымыз керек деп отыр да. Кезіндегі мына орыстан алған біз өнерменен, ілмен ғана біз қазақ болып, өзімізді сақтап қалалық та. Болмаса шынымен біз жоғалуға келдік та, сондықтан орысқа бодан болудың өзі заңдылық. Қазір сол кезіндегі болған сондай
мамандар жоқ қазір. Орыстардың дайындап берген мамандар жоқ. Мейлі қазір сен кино жағынан болсын, қанды мен бәрі алғанда кезінде сол орыстан алған сол үйренгендер ғой. Қазақтың өзіне тән бірде-бір қазір сондай мамандық жоқ та, өзіне тән. Бойынғы сол қазіргі жаңағы қалған сол токырлар, бұрынғы қандайлар қазір жоқ солардың бәрі. Оны білмейтін себебіміз, оны қазір біз қажет етпейтін бәрін жаңағы шетелден бәрі техника жасатып қойды, бәрі станоктар жасап жатыр. Сосын оның бәрі қажет етпеді. Енді қазақтың тән қазіргі біздің алған сол жаңағы дүниелік болсын көзқарасымыз қазір прокурор, сот болу, заңгер болу, сосын не болу, әкім болу, ел басқару. Бизнесмен болу, алып сатуды меңгеру. Басқа жоқ. Енді ғана отырмын. Біз баяғыда ата-бабаларымыздан мал бағайық, біз соны ондай жоқ қазір. Соның бәрін құртып жіберді. Яғни бізде қазақтық көзқарас жоғалып кетті. Мен соны айтайын деп отырмын да міне. Қазаққа тән көзқарас жоқ. Біздің арамыздың өзінде де қарап отырсаң, қазір енді ата жол деп келді. Сөйтті де кіммен Қанипа мен Нұрмағамбетпен байланысты біздің көзқарастарымыз бөлінді. Яғни Қанипа менен кімді Нұрмағамбет солай қосып қоясын болса, олардың керек жоқ. Яғни ол шариғатта бекен, сонымен солай өмір сүру керек, баланың керегі жоқ оларға. Оларға солай бақытты болады деген көзқарас пайда болды да. Сол көзқараспен алтта бүкіл соның бәрі шығып, Нұрмағамбет жағына шығып кетіп, тіптен Қанипаның туысқандарының өзі сол Қанипаны ұрлап алып кетіп, бар Қарабақсыға апарып, соның арқасынан су шаштырып, бұл енді ми кетіп қалды деген ол неден пайда болды? Солардың бәрін сол көзқарастан пайда болды. Олардың көзқарасы солай болды. Сосын енді оған не қыл қосы? Осыдан экстремизм бөлім, бастығы Дәнерден бастап, бұлармен біз 4 жыл болды. Бұлар аруаққа табынады, біз соғысып жатырмыз дейді. Осылардың бәрі сонда бір жүйе көзқарас. Көзқарастары бірі, оның іс әрекеттері әртүрлі. Бірақ сол бір көзқарасқа байланып тұр. Мінекей. Сөйтті де көрдің бе, сол көзқарастардың бәрі бірте-бірте сол көзқарастың 20 түрлі көзқарас қаяқтан шығатынын Қажы Бабаның басының шырағынан да тұрды. 16 хайуан, 2 құс, 2 тақ хайуан, сол шаненің шырағынан ішінде отырды. Солар төртеуі бір нені азық жеп отыр. Солай белгілеп қойған да. 20 ма? Ортасында азығы, бір азық не болды? 21-ші. Сол 20 Айшаның тұнда тұрған сол 21 сол. Ол неге ол? Сонда азық бір болу керек та. Сонда алған азыққа байланысты сонда 20 түрлі рухани азық бар. Міне 20 деген соған кепті. 20 түрлі рухани. Енді соның 20 түрлі қарама қарсылығы бар. Азықтың 40 ба? Соның бүкіл сандығына 40-қа кеп тіреледі да. Несібе 40. Сол бізге саған дейді, баланың дейді, іште жатқан кезде 40 күннен кейін сөз жазылады дейді. Неге 40 күннен кейін? 40 күн азық. Рухани азық. Ол сонда ол қарсысында алады, деді. Сонда 40 қожа асырау деген, соның біз қарама қарсысында алып меңгеруіміз керек. Енді оның несі? 20-сы жынмен байланысты, 20-сы жанмен байланысты. Жан мен жынның қосындысы 40. Міне, жан мен жынның қосындысы 40. Егер теңдім, бірақ айналыққан ешқашында тең қуат жаратылған, сондықтан тең қуат жарылмағаннан кейін біз не істейміз бізде? Оның бізді 35-36 жынмен байланысты болуы мүмкін. Жанмен байланысты бар болған 4-ақ болуы мүмкін. Әр адамда осылай да, осы кедеуі. Осыны енді масқат біле ме? Масқат қайдан білсін бұл? Масқат білген біз қарапайым ғана қазақтың тән білімді айтқан кезде бұлар декструктурный, бұлар жаңағы дінде жоқты айтты деп тұр. Оның дін екенін масқат өздері білмейді сол. Масқаттығы Тоқаевтан бастап осы отырған басшылардың өзі діннің не екенін білмейді. Мәселен сонда отыр да.
Дін дегенді олар не істеп отыр? Ана осы мынау тұрған намаз оқу деп отыр да. Намаз оқу мешітке ойлап қойып отыр. Дінсіз тіршілік жоқ қой. Дін деген сендегі қара май. Дін деген адамдағы тұрған қара май ішін дейді ғой. Сен онсыз, енді оны қалай не қылады? Әрі қарай не қылады? Біздегі тұрған, мысалы, толық дінді, мысалы, топырақтан адам жаратты. Міне, топырақ, сол толық діннің бүкіл жердегі элементтердің бәрі адамда тұр. Сол енді толық діннің элементтері еркектің басында болады. Сондықтан еркек бөрікті болмай, оның дін жоқ. Дін түгел емес. Бөрікті болу керек та, міне. Сосын ол енді оның несі әйелдің етегінде тұр. Әйел ол енді ол басын жаппай етегін жапқанның өзі болмайды. Әйел толық мүмкін. Сонда бізге толық дін әйел мен еркектің бүтіндігінен болады. Толық дінді бүтіндік дейді. Бүтіндік, бір болу. Бірлік. Енді осы неді мына адамға сол жердегі элементтерді беріп қойған бізде уран бүкіл делердің бәрі мысалы 92 санменен әбжатпен есептегенде уранмен байланыс Мұхаммед деген. Уранмен байланыс. Мұхаммед деген қуат. Сонда әрбір біздің атымызда оның белгілі қуаттар бар. Енді не деген бар? Плутоний деген элемент бар. Плутоний деген элемент бар. Мысалы, сол плутоний элементменен қазір көбіне мынау орыстарды ояту керек болып жатыр да. Себебі бұның баяғыда біз қазақтың бұл орыс деген жартымыз біздің. Біздің көп нәрсеміз орыста тұр, орысқа кетіп қалған. Соған кетіп қалған біз қайтаруымыз керек. Сондықтан бізге ешқашанда орыстан ажырауға болмайды. Біз орысты қазақ қылуымыз керек. Оны кезінде ата-бабаларымыз қара орысты көргенде сары орысты әкемдерсің деген. Рухың сенің сары орыста тұр деп тұр да. Әкең деген рух қой енді. Сол сенің сары орыста тұр деп кезінде ата-бабаларым аманаттап кеткен ғой. Қара орыста емес деп, қара орыс өзің. Міне енді сол жаңа плутонийді кезінде айтып отыр, қазір анау жетпейді, мынау жетпейді. Кезінде сол Сибирьге дейін бәрін көтерген орыстар ғой. Сол жерде жердің астынан не салып, жаңа плутоний менен кәдімгі АЭС электростанция ғой сияқты. Сондай жасап көміп тастаған екен. Несін ғана шығар. Сөйтеді де ол 87 жылға дейін өзі қуат беріп тұра береді. 87-ға дейін қараш. 87-ген сол, сөйтсе кейде үкіметтің бәрі тараған кезде анаң құралдардың бәрін жаңағы бұзған, неған, деген ғой. Сонда бір ауылды қамтамасыз етіп тұра берген да. Ештеменің желдің де керегі жоқ, судың керегі жердің астынан көміп жатыр анау. Соның бәрін қазір соны құртып жіберген кезде орыстардың өзі құртып жіберген. Соны айтып жатыр енді. Сол неге қазақ мына адамда тұрған мысалы, сол бізде тұрған плутоний енді. Біз енді мысалы сол бізде плутоний әртүрлі элементтерге байланысты біздің өмір жасымыздың қуатымыз соған тәуелді. Болмаса қайдан аласың сен? Міне тағы солымен жазады, элементтермен жазады. Егер де сізде сол плутонийның несі жеткілікті болатын болса, сізге сол анау тағдырыңыз 87 жылға жазылып қойды. 87 жылған кезде ана ішіңіздегі анау атом станциясы ішіңіздегі өшеді, тоқтайды, сізде өлесіз. Өлсеңіз өлесіз, өлмесеңіз өлесіз. Болды. Қуат таусылады. Осында элементтермен тағдыр деген солай жазып қойғанда, біз сол элементтерді енді соны біз тазартуымыз керек, жоғары деңгейге шығуымыз керек. Тәннің тазалығын ғой. Бірте-бірте ана баспалдақпен шығуымыз керек. Біз не істейміз? Мына темірмен ғана өмір сүреміз. Енді оның темірдің қуаты қаншаға жетеді? Біз сол денедегі элементтерді жағу арқылы біз сол өзіміз тағдырымыз соған байланысты күш қуатымыз, амалымыз. Біздің бабаларымыз 190 жыл ма сонда өмір сүрген қазақ бабамыз. 190. Сонда олардағы анау асыл элементтердің, асыл тек дейді ғой, элементтердің қуаты көп мол болғанда. Ал енді Зейінгі баба 1000 жыл өмір сүрген. Қандай элемент болды онда енді? Осы араб па, Зейінгі баба? Жоқ. Қазақ па?
ол айналып келген өзі түрік қой негізі. Қазір парсың нелердің бәрі түріктен тарайды ғой. Араб емес. Енді бірақ зеңгі бaba негізі Мариям анамыздың нағашылары болып келеді. Мариям анамыздың нағашы. Енді ол қаяқтан тарайды? Енді бәрі неден келгенде кезіндегі арлар мен сақтардан тарайды ғой. Барлық тегі қазір Қызылордада жатырға хам, хям, сам, япши болған. Қазақтың өмір сүрген Нұх пайғамбардан тарайды ғой айналып келгенде. Нұқтан тарайды, Нұқтан тарағаннан кейін соның барлық белгісі анау Қызылордада тұр ғой. Қызылордада тұр ғой, хам, хям, япши болған деген. Әлем сол жерге тіреледі бұның. Сондықтан біз бүкіл діннің барлығының жиынтығы қазақта тұр. Қазір енді көрдің бе, енді бұл неге осының барлық сол бүкіл элементтердің бір кесі жаңағы суда болады. Қалай не? Себебі барлық енді жерде жоқ элементтердің өзінде де мына көкте не бар, ол суда болады. Естеріңізде болсын. Судағы элементтердің біз әлі білмейтін несі, ол жерден көп. Сендер білмейтін жаратмайды оны. Сондықтан ең асыл Алла тағаланың берген бізге несібесі ол су. Ауа. Енді сол бүкіл барлық біздің шипамыз, аурумыз, элементтер ертетін сол судың құрамына байланысты. Енді суменен әлем басқарылады барлық. Саған су бермей қойса, аштыққа ұшырайсың. Суды көбейтіп жіберсе, бірде судың астында қаласың. Топан су болсын. Тазартады, шірітеді бәрін. Сумен тазартады. Осылай енді кімде дін бар, ол енді немен анықталады? Біз енді топырақтықпенен, элементтермен, олармен мына өрістік жағдайда оған біз әлі келген жоқпыз. Біз оны анықтай алмаймыз. Мен неге айтып отырмын? Әркімдегі сол элементтердің соның көрінісі біздің немізде тұрады. Бойлық өрісімізде тұрады. Мінекей, дін қайда тұр енді? Бойлық өрісімізде тұр. Өрісімізде біз ол өрісті зейнет деп айтады. Ол өрістің аты зейнетте тұр енді. Енді су тұрғысына алғанда, енді сол бірі тіл білімі, бірі діл білімі, екі нәрседен пайда болады. Бірі от, бірі су. Бір тілің от, бір тілің су, абайламай, байқамай, діліңді бұзып алма дейді. Біз соны енді ортасында тұрмыз біз. Біз енді неге айналуымыз керек? Біз енді ағашқа айналуымыз керек. Нағашы деп сөйлейтініміз ғой. Біздің тегіміз енді тек деген ағаш қой енді. Ол қандай ағаш? Ол ағаш емес. Біздің әр қайсымыз сол біз өзіміз ағашқа айналуымыз керек. Енді сол ағаштың 4 тамыры болады. 4 қана тек бар, 16 тамыры айналып келіп, бағана 16-ға келіп тірелді қайтадан. Сондықтан енді жаңағы біз жын менен жан екі болмыстан тұрамыз. Жын менен жан. Енді ортасындағы біздің сол элементіміз бар, ол тән. Ағашымыз. Сондықтан сендерге дейді, барлық нәрсені дейді, қаяққа жаздым дейді, естелік қылдым дейді ағаш. Ескерткіш қылдым дейді. Яғни бүкіл біздің барлық ақпаратымыздың бәрі сол элементтермен байланысты біз тәнімізге жазылады, тәнімізге байланысты жазылады. Енді жан менен жын іс әрекеттеріміздің бәрі жынға жазылады. Жынмен белгіленеді іс әрекеттердің бәрі. Ал біздің енді бүкіл сөзіміз, біздің неміз, мына айтқанда көз қарасымыз, өмірден алған түсінігіміз, біздің түсінігіміз айналғанда барлығы ол жанға жазылады. Жынға түсінік жазылмайды. Жанға жазылады. Жанға жазылады біздің түсінігіміз. Сондықтан
кім қалай түсінеді, сол жанынан хабар береді. Кім қалай іс-әрекет қылады, сол жынынан хабар береді. Енді жын деген сол айтып жатыр, ол деген жаңағы біреу жазыпты, ол деген Әзірейіл періште ғой, ол жын емес депті да, Әзірейіл періште. Әзірейіл періште деген ол жын емес, сіз білмейсіз деген. Осындай сосын бәрі осы мәңгүттенгендердің. Құран деген тұр ғой 72 сүре. Сен 72. Енді жынды біз қалай түсінеміз? Мысалы айтады, біреудің дейді, бір нәрсесін алсаң, сұрамай алсаң, оның міндетті түрде саған жауап болады. Ол ұрлық қылады. Қолың былғанады онан. Сол сияқты әр нәрсенің дейді, киесі бар дейді. Оның несі бар сонда ол? Жаны ма бұл сонда? Домбыраның киесі бар дейді. Несі бар оның сонда оның? Алла барлық нәрсені баураған дейді да. Немен баурайды аураны? Жынмен баурағанда. Сол Құранда ашықтан ашықтар. Сендердің адам мен Хауананың жаңағы татқан ағашын, жемісін сендерге сынақ қылдым дегенде соны айтқан. Сонан адамдар қателесті дегенде. Яғни оны жегеннен кейін адамның жаңағы сыртқы өріс пайда болды да. Өріс пайда болды бірден. Өріс пайда болды да, өріс пайда болғаннан кейін адам не сияқты, лупа сияқты көріне бастады. Бүкіл жыныс әурет мүшелер көрінді. Оған да көрінбейді. Соған киінуге енді сол өрісті жағып киінуге жерге түсті. Яғни қайттан жаратты жерден. Ана рухани тұрда болмыс еді, енді оны қайттан енді тәндік сипат алды. Енді сол барлық нәрсенің сондай өрісі бар екен, жаңа фотонмен айтып отыр ғой. Фотон тексерген, оның да сыртында киімі бар. Оны бөліп көрсе, екі фотонды бөлсе, төртке бөлсе, төртеуінде сыртында киімі бар. Сонан енді мен құдам айтады, енді онкологияны, ана дейді, жараны дейді, қарасаң 9 сантиметр дейді. 9 сантиметр өлшеп, дайындап, кесіп болып қалса, ана үшеу, я төртеу сондай болып қалады да дейді, қалған жоғалып кетеді дейді. Өлшеп қойдық бұл, қалған жоғалып қайық кететін дейді. Барлық нәрсенің Алла Тағала соған киім беріп қойғанда, сол Інжілде айтқан. Сендер киім туралы ойламаңдар деген. Сүлеймен пайғамбар қандай байлық жинап, дәл гүлдей ойлана киін алған жоқ дегенде. Алла сол гүлді қалай киіндіріп қойды. Мысалы гүлді, енді оны тексерген ғой. Сөйтсе 1 квадратный метрге әртүрлі гүлдің өссе, әрқайсының алатын мына дозасы, радиация, күннен алатын сәулесі әртүрлі. Егер де анау мысалы раушан гүлін алатын анау гүлге беретін болса, анау өліп қалады. Бірақ қараса 1 квадратный метрде сол бір күннің астында өмір сүріп жатыр. Ол қалай деген ғой, сонда әрқайсының киімі бар өзінде. Солай қиып қойған. Жан-жануарларға әртүрлі жынменен соны бейнелеп қойған. Адам ғана жалаңаш келеді, адам өзі киіну керек. Сондықтан біз ұлттық сипатта біз еуропаша киініп ешқашанда қазақ болмаймыз. Біз арабша киініп қазақ бола алмаймыз. Себебі біздің ұлттық сипатымыз қарама-қарсы беріп қойған. Ол дінімізбен байланысты. Біз бәрі анадай, рухани кебенек қалыптастыра алмаймыз арсалықын. Арабша киініп те, біз өзбекше де киініп білмеймін. Біз өзімізге тән ойымен өзімізде тың киіміміз бар. Осылай жаратып қойған. Енді сол айттым жаңа енді ұрлыққа келді. Біреудің нәрсесін сен алсаң, алдың ғой. Енді алдың да сен оның алып кеттің, бірақ онымен бірге оның киімі қоса кетті. Ал оның киімінде соның пайдаланған егесінің өрісі тұр. Көрдің бе? Енді тылсымда орындаушы болады. Ол сенікі емес. Саған зиян тигізеді. Өйткені ол да сен сұраса, ұлсат берсе, ол кезде анда басқа өріс пайда болады. Қалай сосын жаратып қойғанда? Егер де ұлсат ала бер десе, өзі берсе, ол кезде ал сен өз бермесе, ол сені өзін алып кетесің. Адамның иісі өрісі тұрады. Осылай қойғанда кел кезген заттың. Енді оның тағы тәжірибені өткенде біз қайтатта қазақ ананы меңгермеді, мынаны меңгермеді. Неге осындай шында ғой қарап отырсам, қазір енді ол басқан өзге нәсілдер қазір енді біз дайынды меңгеріп жатырмыз. Дайынды меңгеріп жатыр. Қазіргі жағдайда, көп жағдайда кеңес үкіметіндегідей мамандар қазір жоқ. Себебі мен кеңес үкіметіне маман алғанда,
қазір қараң бәрі дайын анау тұрған Қытай жасап беріп жатыр, аргон деп жатыр, үйреніп алып жатыр, қылып жатыр да. Бірақ кеңес үкіметіндегідей маман қазір жоқ. Жоқ деп мен өткен мысалы сварканың өзінен бізде бір иманды болсын, оның сваркілеген соны алып барады, соны сваркілеген ана ешқашан да сынбайды. Бәрі соны күтіп жүреді да. Ол сваркілеген ешқашан да ол сынбайды. Басқа сварка кезде омырып түсе береді.